Әрбір медициналық ұйымда пациенттерді қолдау және ішкі сараптама қызметі жұмыс атқарады. Оның негізгі міндеттерінің бірі пациенттердің шағымдары мен сұрақтарын қарау. Осы қызметтің қалай жұмыс атқаратынын және де қалай жүгінуге болатынын Динара Мұхаммедхановна, Сәлеметсіз. Сити клиникасының пациенттерді қолдау қызметінің жетекшісі. Яғни пациенттер медициналық қызмет көрсетуге шағым туындаған жағдайда, немесе сұрақтары туындаған жағдайда шағым түсіріп, оның жауабын күтпей, қалай сіздерге жүгініп және жауап алуға болады. Бөліміміз бірінші этажда орналасқан. Сол жерге келеді де науқас өзінің шағымын барлығын айтып жағдайды. Біз сол жерде міндетті түрде тез арада керекті өзімізге адамдарды жинап, сол сұрақты тез уақытта шешуге тырысамыз. Жаңа да атап өткендей, әрбір медициналық ұйымда пациенттерді қолдау қызметі бар. Оның атқаратын негізгі рөлі қандай пациенттер үшін? Біз науқастардың құқығын қорғау бойынша міндетті түрде шағымдарға сараптама беру, науқастардың сауалнамаға жауап бергенде қысқаша сараптама жасаймыз. Ары қарай ол біздің медициналық ұйымның жұмыс істеуіне көмегін береді. Пациенттер көбінесе қандай сұрақтар бойынша жүгінеді сіздерге? Біріншісі ол медициналық көмектің тез арада алуы, екіншісі ол дәрі-дәрмектер бойынша, үшіншісі кей уақыттарда ол бізде осы мекемеге тіркелу жағдайы бойынша, және де кейбір өздерінің медицинадан көмегін алу үшін. Пациент ең алдымен жүгінуі тиіс, яғни алғашқы деңгей деп осы сіздің қызметті айтсақ болады ма? Әрине болады. Олар бізге келсе, біз қысқа уақыт аралығында оның сұрағын шешуге көмек береміз. Өздеріңіз көріп отырғандай, көп жағдайда мәселені ұзақ күтусіз және арнайы рәсімдерсіз ақ сол жерде шешуге болады. Егер жағдайда сол жерде реттеу мүмкін болмаса, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына қолдау 24/7 мобильді қосымшасы немесе МС қоры ресми сайты арқылы өтініш жолдауға болады. Есіңізде болсын, пациенттің өз құқығын қорғайтын құралдар бар және оларды пайдалану қажет. Ең бастысы мәселемен жалғыз қалмау.